тарихтағы ең ұлы жын лорд болды. Бірақ болашақта 500 жылдан кейін қайта туылғанда, ол одан да күшті адамдардың бар екенін білді. Оқиға Алнат әлемінде басталады. Онда адамдар мен өлмейтіндер арасында соғыс жүріп жатыр. Және әлемнің тағдыры екі жақтағы мықтылар арасындағы шайқасқа байланысты. Адам қаһарманы Грем және жын лорд Вельт. Әдетте бұл шайқас пайдасыз болар еді. Өйткені Вельта өлмейтін. Бірақ Гремнің қасиетті қылышының арқасында ол Вельтті жеңуге жеткілікті күшті соққы бере алады. Вельта оны мақтап, өлмес адамнан қалай жеңілгеніне таңғалады. Бірақ ол барлық жағынан одан асып түседі. Грем Вельтаның өлетіндерді әлсіз деп санайтынын, өйткені олардың бәрі өлетінін айтады. Бірақ Грем бұл оларды күшті ететін нәрсе деп санайды. Вельта мұндай ақымақтық оның жеңіліске ұшырағанына сенуден бас тартады. Бірақ Грем Вельта сенбесе де, дәл осы себепті жеңгенін айтады. Вельттің денесі шаңға айналғанда, ол қайтып оралуға уәде береді. Бірақ Грем егер бұл орын алса, онымен қайтадан күресетінін айтады. Қазіргі уақытта Вельта оянып, Махина есімді қыз оны 500 жыл күткенін айтып, амандасады. Ол өзінің сыртқы келбеті үшін кешірім сұрайды. Бірақ ол бұл маңызды емес екенін, және оның қайта туылу рәсімін жасай алғанына қуанышты екенін айтады. Олар қайтадан Алнат тозақты жаулап алу керек деп шешті. Бірақ ол бір кездері басқарған дүниенің әлдеқашан жоғалып кеткенін айтады. Ол 80 жыл бұрын Алнат тозақ пен жер екі дүниенің бірігуіне себеп болған апатқа тап болғанын айтады. Адамдардың 90% қайтыс болды. Елдердің үкіметі жұмысын тоқтатты және қалалар тәуелсіз мемлекеттерге айналды. Бұл олардың арасында бірнеше соғыстарға әкелді. Бірақ қазір жағдай салыстырмалы түрде тыныш және ол жердегі технологияның дамығанын және Элнаттың сиқырымен біріктірілгеннен кейін ол одан да жетілдірілгенін айтады. Ол оған қазір әлемнің қандай екенін көрсетеді және ол адамдардың қаншалықты алысқа жеткеніне сене алмайды. Әлдебір адам оны қағып кете жаздады. Бірақ көлік оны шетке итеріп жіберді. Ол бұл адамның оған оңай соғылғанына сене алмайды. 6 қараңғы кеңесшінің бірі және ол адамдарды қайтадан олардан қорқу керек деп шешті. Ол өзінің сиқырын аспанға жіберіп, бұлттарда тесік пайда болады. Бірақ адамдар оны ауа райының сиқырын қолданатын ақымақ деп ойлайды. Дабыл қағылып, көлік қалада сиқырды қолдануға тыйым салынғанын айтады. Сондықтан ол оны алып қашып кетеді. Оның айтуынша, ол қайтыс болғаннан кейін олар адамдармен бітімге келуге келіскен. Бірақ екі дүниенің бірігуінен кейін өлмейтіндер бүкіл әлемге тарауға мәжбүр болды. Осыдан кейін ірі корпорациялар оларды аулай бастады. Өйткені адамдар өлмейтіндер адам құқықтарына лайық емес деп шешті және оларға жаман жаратылыстар сияқты қарады. Адамдар дами берді және олардың барлығын жойып жібере жаздаған өлмейтіндерге қарсы қарулары болды. Вельта қалған 5 қараңғы кеңесшімен не болғанын сұрайды және ол олардың үшеуі жоғалып кетті. Ал Сенел есімді адам қашып кетуі үшін өзін құрбан етті деп жауап береді. Өйткені ол оны қалай тірілту керектігін білетін екі адамның бірі болды. Вельт ол Маркус туралы айтпағанын түсінеді және бұл оны таң қалдырады. Ол шөлдеп тұрма деп сұрап, тақырыпты өзгертуге тырысады. Ол сусын алуға түсіп бара жатқанын және ол күтіп тұрғанда айналада жарқыраған нүктелердің ұшып бара жатқанын байқағанын айтады. Олар қызды қызықтыратын сияқты және ол кенеттен қаланың барлық экрандарында бейнелер пайда болатындай етіп жасайды. Ол өзіне риза болып көрінеді және кетіп бара жатқанда Вельт оны тоқтатады. Ол барлық экрандарды өзгерткен ол екенін біледі және ол оның не туралы айтып жатқанын түсінбегенде кейіп танытады. Бірақ ол экрандар өзгергенге дейін оның айналасындағы эфирдің ауытқуын көргенін айтады. Ол оның мұны істеп жатқанын тек эфирге қарап, оның кім екенін сұрау арқылы анықтай алғанына таңғалды. Бірақ ол өзін жын-перілер деп айтқан кезде сенбейді. Вельт ол экрандарды қалай өзгерте алғанын түсінбейді. Бірақ оны данышпан деп санайды. Бұл оны қызартып, экрандарды жаңа ғана бұзғанын айтады. Вельт Маркусты іздеп жүргенін айтып, оны танитынын сұрайды және ол Маркустың компанияның бас директоры екенін айтып, үлкен ғимаратты нұсқайды. Ол ғимаратқа барады және хатшымен сөйлесіп жатқанда, Маркустың жеке хатшысы Канохара оны күтіп тұрғанын айтады. Олар лифтпен келе жатқанда, Канохара оның оған қарап тұрғанын байқап, оның футболкасындағы тіршілік иесіне қызығушылық танытқанын айтады. Оның айтуынша, бұл сиқырлы компаниямен Шимари есімді Шимарудың бойтұмары және олар оны болашақта танымал етуді жоспарлап отыр. Олар Маркус Уэльтпен кездескен ғимараттың төбесіне көтеріледі. Бірақ ол Маркус оның көзінше отырғанда өзін құрметтемей әрекет етеді деп санайды. Маркус Уэльттен оның не үшін келгенін сұрайды. Бірақ Уэльт алдымен оның қайтып оралуын тойлап, содан кейін сұрақтар қою керек дейді. Ол Маркустан әлемді қайтадан билей алу үшін өлмейтін патшалықты қалпына келтіруге көмектесуін сұрайды.
бірақ Маркус күле бастайды және оған көмектеспейтінін айтады. Велте оған сабақ беруге дайындалып жатыр, бірақ Канохара кенеттен оны ұруға тырысады және ол жалтару үшін артқа секіреді. Маркус оған тоқта деп айтады және Вельталдың әлсірегенін айтады. Өйткені ол өзінің ең жақсы кезеңінде шабуылдан жалтарудың қажеті жоқ және оның алдында басын июге ниеті жоқ. Ол Вельтаға кет деп айтады және егер ол жалынса, көмек сұрап ойлануы мүмкін екенін және бұл Вельтелдің ашуын келтіретінін, сондықтан оған сабақ беруге дайындалып жатқанын айтады. Бірақ Маркус бірдеңе істей алмай тұрып, сиқырды кері қайтарады және бұл оны таңғалдырады. Маркус күле бастайды. Велте сиқырды сиқырсыз қолдана алатын адамның таланты жоқтардың алдында дәрменсіз болып қалғанына таң қалуы керек деп ойлады. Ол мойнындағы құрылғыны көрсетіп, оның Вельталдан күштірек болуының себебі осы екенін айтады. Вельтал оның не екенін білмейді және Маркус құрылғыны түсіндіретін бейнені көрсетеді. Біз құрылғының таныс деп аталатынын білеміз және Маркус сиқырды белсендіру үшін 5 кезеңнен өту керек екенін айтады. Бірақ таныспен 3 кезең өткізіп жіберіледі. Ал кез келген нәсілдегі адамдар сиқырды пайдалана алады. Маркус ол таныс адамды Вельтал сияқты жоғары тіршілік иелері пайдалана алмайтындай етіп жасағанын, әйтпесе ол өзінің артықшылығын жоғалтатынын атап өтті. Вилол тағы да шабуыл жасамақшы болды. Бірақ Маркус оның сиқырын тағы бір рет бұзып, Вилолдың сиқырды қолдану жылдамдығы жоғары болғанымен, отбасы әлі де жылдамырақ екенін атап өтті. Сондықтан онсыз ол әрқашан тым баяу әрекет етеді. Өйткені әркімнің денесінде имплант бар. Уилтол Маркустың неге оған қарсы екенін түсінбейді. Сондықтан ол оны әрқашан жек көретінін айтады. Өйткені ол барлық жағынан одан жақсы болды. Маркус бірнеше қанды қылыштарды шақырып, оларды Вилолға атып тастайды. Ал терезеден құлаған кезде Маркус өзін өлді деп ойлайды. Сондықтан оны өлтіруді жоспарлайды. Келесі жын Лорд Пол. Біз Вилолдың аман қалғанын көреміз, бірақ ол оның регенерациясы бұрынғыдай емес екенін атап өтті. Ол кездейсоқ бір топ ер адамдармен кездесіп қалады. Сондықтан оны қоқыс жәшігіне тастайды және Макина оны тапқаннан кейін Маркустың сатқындығы туралы айтпағаны үшін кешірім сұрайды. Бірақ ол оған айтса да, ол әлі де онымен кездесуге барар еді. Ол оны өзінің көпқабатты үйіне алып келеді және ол оның бүкіл ғимараты бар деп ойлағанына таңғалады. Бірақ оны өзінің кішкентай пәтеріне әкелгенде, ол оны әзілдеп жатыр деп ойлайды. Бірақ ол мұның бәрі оның қолынан келетінін байқайды. Ол оның соңғы 500 жыл бойы осылай өмір сүргенін түсінеді. Сондықтан оны құшақтап, адалдығы үшін алғыс айтады. Біз бір ғасыр бұрын көлікті өз тайпалары өлтіре жаздаған кезде қайта ораламыз. Өйткені олар болған барлық жаман оқиғалардың себебі осы деп ойлайды. Оның өлмейтінін білгеннен кейін, олар оған тас лақтырады және оны жанартаудың саңлауына итеріп жібергенде, Вельта оны күтпеген жерден құтқарады. Ол оны әдемі деп санайды және оны мұндай түкке тұрғысыз өліммен өлу керек деп ойламайды. Сондықтан онымен бірге жүруін өтінеді. Қазір Маккина таңғы ас әзірлеп жатыр. Ал Вела оның қаншалықты дәмді екеніне таңғалды. Ол қалған өлмейтіндердің қайда екенін біледі ме деп сұрайды. Және ол кейбіреулер ол сияқты аман қалды, бірақ жақында жоғалып кетті деп жауап береді. Ол өзінің жақын достарымен байланысын үзгенін айтады және ол өлмейтіндерді аулау жалғасуда ма деп сұрайды. Бірақ ол аңшылықтың ондаған жылдар бұрын аяқталғанын айтады. Ол достары жоғалып кеткеннен кейін олардың бөлмесіне барып, күрестің іздерін көргенін, сондай-ақ өлмейтіндерге арналған пеш туралы жазылған жазбаны тапқанын айтады. Вело кездейсоқ шайды төгіп тастайды және ол әлі де жарақаттан айығып жатқанын айтады. Өйткені регенерация баяулады. Ол өзінің сиқырын толық пайдалана алмайтынын біледі. Өйткені басқалар оған сенуді тоқтатты. Макинаның айтуынша, бұл оның күшінің қайнар көзі болған сенім қазіргі заманда қатты әлсірегендіктен. Ол сенімсіз оның күші таусылатынын біледі, бірақ ол алаңдамайды. Өйткені оның өмірі мәңгілік және оған тек сенімін қайтару керек. Макина дүкенге баруды ұсынады және олар базарға барады. Онда Вело таңғалады. Өйткені дүкен бос болып көрінеді. Бірақ ол оған ең жақсы киімдерін таңдауға көмектесетін сканерге тұруды айтады. Ол қымбат заттарды сатып ала алмайтынына өкінеді. Бірақ ол тіпті қарапайым киімдерде оған жақсы көрінетінін айтады. Ол қандай стильді ұнататынын сұрайды. Бірақ ол таңдауды өзіне қалдырады. Және ол отбасынан ең жақсысын таңдауды сұрайды. Ол өзіне қатты ұнайтын спорттық костюмді таңдайды. Және артқы жағындағы жазуды байқайды. Ол оның нені білдіретінін білгісі келеді. Ал Махина оның көне тілде жазылғанын және жындардың әміршісі дегенді білдіретінін айтады. Олар дүкеннен шығып бара жатқанда, Вильтол оны тоқтатады. Өйткені олар киім-кешек үшін ақша төлемеген, бірақ ол төлем автоматты түрде алынғанын және бұл оны таң қалдыратынын айтады. Ол оның қандай таныс екенін білгісі келеді және оны сиқырда қолданумен қатар таныстар қарым-қатынас жасауға, сауда жасауға және тіпті ақпарат жинауға көмектесетінін айтады. Оның айтуынша, енді қолданылмайтын смартфондардан айырмашылығы таныстар ыңғайлырақ, өйткені оларды ұстаудың қажеті жоқ. Ол оның мойнына қолын тигізеді. Ол оны жақсы көреді. Бірақ бұл жерде ол жүрек соғу жиілігінің жоғарылағаны туралы хабарлама алады.
бірақ ол оған мән бермейді. Ол бұл оған кедергі келтіре ме деп сұрайды. Өйткені таныс оның мойнына жабысып қалған, бірақ ол қазірдің өзінде үйреніп қалғанын айтады. Оның айтуынша, таныс болу олардың өмірінің маңызды бөлігіне айналды, бірақ бұл оны міндетті түрде жақсарта бермейді. Вельтал жұмыс табу керек дейді, бірақ Махина оған қаржылық жағдайын жақсарту үшін көбірек ауысымдарды ұсынады. Бірақ ол бас тартады. Өйткені уақыт өзгерді және ол оларды барлық қажеттіліктермен қамтамасыз ету үшін жұмыс істеп жатқанда отыра алмайды. Ол әлемді жаулап алу идеясынан бас тартпағанын айтады және Махина оған өмірінің соңына дейін қызмет етуге ант береді. Вельтол кетейін деп жатқанда, ол онымен бірге баруға тырысады, бірақ ол оны тоқтатады. Өйткені оның өз жұмысы бар. Ал егер ол жұмыс таба алмаса, екеуі де оның табысына байланысты болады. Ол оны жіберуге келіседі, бірақ оған тамақ үшін ақы төлеуге және шұғыл бірдеңе болған жағдайда онымен байланысуға болатын құрылғыны береді. Ол құрылғыға қарап, қандай жұмыс таба алатынын ойлайды, бірақ содан кейін іші дірілдеп, өмірінде бірінші рет аш болғанын түсінеді. Ол мүлде шарасыз күйде болса керек. Ол таңдаудың қажеті жоқ екенін түсінеді және оған жұмыс керек деп айқайлайды. Өйткені ол тығырыққа тіреліп, бәрін жасауға дайын. Бірақ содан кейін оны бір адам тоқтатып, егер ол жұмыс тапқысы келсе, саудагерлер гильдиясына бару керек екенін айтады. Ол Вельтолдан жеке куәлігі бар жоғын сұрайды, бірақ ол білмейді, және ер адам өзін заңсыз иммигрант деп санайды. Ол бұл оның аумағы екенін айтады. Ал Вельтол кешірім сұрап кетіп қалады. Бірақ ер адам оған сауалнаманы беріп, оны саудагерлер гильдиясына апару керектігін айтады. Ол бұл Вельтолға жұмыс табуға көмектесетініне кепілдік бермейді, бірақ бұл жоқтан гөрі жақсы. Ол Вельтолды гильдияға дейін шығарып салады және шимаруға тиесілі компаниялардан аулақ болуды ескертеді. Өйткені олардың жұмысшыларды қанау бойынша беделі нашар. Көп ұзамай Вельтол гильдияға келеді. Онда кеңсе қызметкері онымен сөйлеседі. Оның жұмыс тәжірибесі болмағандықтан, ол тек жын-перілердің әміршісі ретіндегі шеберлігі туралы айтады. Мысалы, ол зындан жасап, елді басқарған. Бірақ ер адам оған бос жұмыс орындары жоқ екенін айтады. Өйткені олар тек отбасылық импланттары бар адамдарды жалдайды. Бас тартқаннан кейін, Вельта Махинаға қайта оралып, оның қазіргі әлемде ештеңе істей алмайтынына сенетінін сұрайды. Өйткені ол өзіне деген сенімділігін жоғалтты. Бірақ ол олардың ұлылығын бағалай алмайтын ақмақтар екенін айтады. Ол оларға кеңес бере алатын біреуді біледі ме деп сұрайды. Ал ол бір адамды танитынын айтады. Оның досы барына қуанышты. Олар Макананың досы Такахашимен кездесіп қалады. Және ол Вельтамен кездесіп жүрген қыз болып шығады. Ол оның жын лорд деп өтірік айтпағанын түсінеді. Өйткені Макана оған ол туралы үнемі айтып отыратын, бірақ оның әңгімелеріне ешқашан сенбейтін. Ол олардың қалай танысқанын сұрайды. Ал Такахаши олардың желіде танысқанын, бірақ Махинаның реакциясын көргеннен кейін егжей-тегжейлі айтпауды шешкенін айтады. Вельта оның танысына қолын тигізеді. Өйткені ол Махинаның танысынан өзгеше және бұл оны таңғалдырады. Махина өзінің данышпанының қабілетін пайдаланғанын түсіндіреді. Бұл оған қол тигізетін заттардың құрамын түсіну үшін мана ағынын пайдалануға мүмкіндік береді. Ол өзінің танысында не болып жатқанын шамамен елестететінін айтады. Бірақ әлі көп нәрсені талдай алмайды. Содан кейін ол Такахашиден жұмыс табуға көмектесуін сұрайды. Ал ол оның қалауы бар жоғын сұрайды. Ол оны бүкіл әлемге әйгілі ететін нәрсені қалайтынын айтады. Оның қабілеттері мен танысының жоқтығы туралы ойлаған Такахаси оны стример болуға шақырады және ол оның не екенін сұрайды. Ол олардың ойын ойнап, араласып, тіпті ән айтып, жарнамалар мен қайырымдылықтардан ақша тауып жатқанда өздерін трансляциялайтынын түсіндіреді. Ол оны бұл оңай деп сендіреді, тіпті оған ескі заттарын қарызға беруді ұсынады. Бірақ Махина бақытты емес, өйткені ол тұрақты табыс көзін табу керек деп санайды. Сондықтан Акаша Вельттің әдемі дауысы мен әдемі жүзі бар екенін айтады. Сондықтан оны бәрі жақсы көреді. Тіпті Махина да оны жоққа шығара алмайды. Махина өз пәтерінде жалғыз тұруға дағдыланған. Сондықтан ол кездейсоқ душтан киімсіз шыққанда ұялып, Вельтодан кешірім сұрайды. Бірақ ол оның ұялатын ештеңесі жоқ екенін айтады. Тіпті оның фигурасын мақтайды. Такахаши құрал жабдықтарды әкеліп, оны жинап жатқанда Махина уайымдайды. Бірақ Такахаши өзінің ең жақын досына сену керек екенін айтады. Өйткені ол бәрін ойлап қойған. Ол Вельттен жаңа приставканы қолданып көруін сұрайды және контроллерді қалай пайдалану керектігін түсіндіреді. Бірақ ол оның қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін дана көздерін пайдаланады. Ол ойынды таңдайды және Такахаша уайымдайды. Өйткені бұл қараңғы соғысқа ұқсайды. Бірақ ол оның қабілеттеріне байланысты оған қиын болмайды деп ойлайды. Бірақ ол бірден өледі. Қатарынан бірнеше рет жеңілгеннен кейін Такахаши өзін ештеңеге жарамайды деп ойлайды. Бірақ Вельта бұл жақсы дейді. Өйткені ол контроллерде ойнауға дағдыланбаған. Махина олардың жоспары орындалмады деп ойлайды. Бірақ Такахаши керісінше дейді. Өйткені оның мінсіз мінезі оның нашар өнеріне қарама қайшы болады. Сондықтан Акаша оларға жақсы кіріспе ойлап табу керек деп санайды.
Өйткені әлемдегі миллиондаған стримерлердің аз ғана бөлігі ақша табады. Сондықтан ол оған адамдардың есінде қалатын ерекше сөз тіркесін қалайды деп ойлайды. Махина оны өзінің және Такахашидің әскери мәлімдемелерінің кез келгенін келтіруге шақырады. Оны көргеннен кейін бұл қалыпты жағдай деп шешеді және оны кейінірек қайта қарауға болатынын айтады. Такахаши оған ешкім қарамаса да күн сайын ұмтылу керектігін айтады. Ол сондай-ақ Махинадан камераға түсіп қалмас үшін трансляция кезінде бөлмеге кірмеуін сұрайды. Өйткені адамдар оны оның құрбысы деп ойлауы мүмкін. Осыдан кейін Вельта күн сайын трансляция жасай бастайды және оның жазылушыларының саны бірте-бірте артып келеді. Бірақ оның ойынының барлық жанкүйерлері емес. Сондықтан ол түсініктемелер мен троллерді алады. Бірақ олар оны ренжітпейді. Өйткені оң және теріс эмоциялар оның қабілеттерін арттырады. Бірақ Махина қожайынына мұндай менсінбейтін ескертулерге шыдай алмайды. Нәтижесінде Вельта миллион жазылушыға жетеді және ол жаңа ойын ойнауды шешеді. Бірақ трансляция кезінде біреу Махинаға тыңшылық жасайды. Ол ойынды аяқтаған кезде бір көрермен оның ашуланғанын айтады. Бірақ Вельта егер солай болса, бүкіл әлем жойылып кетер еді деп атап өтті. Осыдан кейін ол серуендеуге шығады. Ал Махина кешкі ас қайтып келгенше дайын болатынын айтады. Көшеде келе жатып, үйсіздердің арасынан Гремнің кейіпкерін көріп таң қалады. Біз өткенге ораламыз. Грем әлі батыр болмаған кезде және оның әпкесіне қалай қарайтынын көреміз. Ол оған шөп жинауға кетеді. Бірақ әкесі оны тоқтатып, өзін қорғау үшін қылыш береді. Ол шөптерді жинай бастайды. Бірақ қайтып келе жатып, Айдаһар халқының әскерін көреді. Оларды Вельт генералдарының бірі басқаратынын біліп, олардың неге осында екеніне таң қалады. Бірақ ол үйге келгенде бүкіл отбасымен бірге үйінің өртеніп кеткенін көріп, Вельт елден кек алуға ант берді. Нағыз Вельтте Гремді кеспе дүкеніне апарып, ондағы тағамның керемет екенін айтады. Бірақ Грем қызық емес сияқты және оның айтқанының бәрімен келіседі. Грем оның бір адаммен бірге тамақтануы біртүрлі екенін байқайды. Оның отбасын өлтірген және Вельтал мұны да сезінетінін айтады. Өйткені оның бірнеше одақтастарын Грем өлтірген. Бірақ оның енді оған деген өшпенділігі жоқ. Ол Гремнен оның қалай тірі қалғанын сұрайды. Және Вельтал оның өлмейтін болып қалғанына таң қалады. Бұл оның сенгенінің бәріне қайшы келеді. Бірақ Грем олай емес дейді. Өйткені оны жеңгеннен кейін Богина Мельдия оны мәңгілік жастықпен марапаттады. Бірақ ол әлі де адам. Грем өлмейтіндерге қарсы соғыстан кейін азаматтық соғыс басталғанын және оны қорғауға ант бергендерді өлтіруге бұйрық берілгенін, бірақ бейбітшілік орнағаннан кейін ол олардың келесі нысанасына айналғанын және өз елінен қуылғанын айтады. Ол Вельтолдың неліктен әлемді басқарғысы келетінін сұрайды және ол бұл бейбітшілік үшін деп жауап береді. Бұл Гремді таңғалдырады. Оның айтуынша, өлмейтіндердің барлығы дерлік бір кездері өлімші болған және олардың арасында көп айырмашылық жоқ. Сондықтан күштілердің бірі ретінде ол бейбіт әлем құру үшін барлығынан жоғары көтеріліп, әлсіздерді басқаруды шешті. Грем оның үстемдік арқылы бейбітшілік орнату идеясымен келіспейді және тамақ үшін алғыс айтып кетіп қалады. Бірақ олардың сөйлесуге мүмкіндігі болғанына қуанышты. Вельта пәтерге қайтып келгенде, ол таныс дауысты естіп, Такахашидің аллеядағы найзағаймен дауласып жатқанын көреді. Ол оны ұрып соғатын болды. Бірақ Вельта оның қолынан ұстап, агроға кетуге мүмкіндік беретінін айтып, оны тоқтатты. Бірақ ол Вельтті ертерек ұрғанын есіне алады және ол өзін қыздың алдында батыр ретінде көрсетіп жатырмын деп ойлайды. Ол Вельтті өлтіремін деп қорқытады. Ал Такахаси оған қашып кетуді бұйырады. Бірақ Агре өзінің жаңа күштерін сынап көргісі келетінін айтады. Өйткені оның миллионнан астам жазылушысы бар. Агре оны ұруға тырысады. Бірақ Вельта оны қолымен оңай тоқтатады. Агре қолын сындыратын ауа ағынымен жауап береді. Бірақ Вельта оны сиқырмен бірден сауықтырады және Агрені қоқыс жәшігіне тастайды. Вельта оны тіпті жақсы сынақ болу үшін тым әлсіз деп мазақ етеді. Ал Такахаши оған алғыс айтуға асығады. Ол оның неге жылы болғанын сұрайды және ол оның оққағары болу керек деп жауап береді. Бірақ одан көбірек ақша сұрай бастады. Ол ең жақсы оққағарды тапқанын айтып, көмек үшін Вельтке ақша төлеуді ұсынады. Осы уақытта Маркус Кахарадан егеу құйрықтар туралы хабар бар ма деп сұрайды. Өлмейтін пешті аралап жүргендер, бірақ ол олардың жойылғанын және бәрі жоспар бойынша жүріп жатқанын айтады. Содан кейін біз Вельт пен Такахашиді қойманың сыртында көреміз. Онда ол затты ұрлауы керек және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету оның міндеті. Бірақ ол өз жүйесін тексеріп жатқанда, егжей-тегжейлерді нақтылау үшін ол ішке кіріп, есікті сындырып, Якуза жұмыс істейтін жерге жетеді. Ол Такахашиден ол іздеп жатқан текшеме деп сұрайды. Бірақ оның онымен араласып жатқанына таң қалады. Өйткені оның отбасы жоқ. Ол сиқыр арқылы отбасының эфирлік қарым-қатынасын қайталағанын айтады және бірнеше жау ғана бар екенін атап өтеді. Сондықтан ол оларды өлтіріп, текшені алып кетеді. Бірақ Такахаши одан оларды өлтірмеуін сұрайды. Ол өзін таныстырады. Бірақ олар оны танымайды және оны мазақ етіп жатыр деп ойлайды.
сондықтан ол өз күшін сынап көруді шешеді. Олар оған оқ жаудыра бастайды, және ол оқтарды оңай тойтаруға мүмкіндік беретін сиқырмен айналасында тосқауыл жасайды. Оның кезегі келгенін айтып, бірінен соң бірі құлатып, оларға қарай жүгіреді. Ол бастыққа қарай жүгіреді, бірақ ол Велтті атып тастайды. Ал Такахаси оның таныстарын бұзып, түсінігін өзгертеді. Сондықтан ол серіктесін қағып кетеді. Велта оны аяғымен ұрады. Ал Такахаси оның шеберлігіне тәнті болады. Ол текшені алмақшы, бірақ Велта бірдеңені сезіп, оны тоқтатады. Кенеттен Велтке шабуыл жасалып, жау көрінбейтін болып көрінеді. Сондықтан Велта шапанын шешу үшін тапаншасын атып, үлкен роботты көреді. Сондықтан Ақ-Хаши оны қала күзетінің арнайы жасағы қолданатын 4-ші буын машина жабдығы деп таниды, және Якузаның оны қалай алғанына таң қалады. Сондықтан Ақ-Хаши олардың кетуі керек екенін айтады. Өйткені оны жеңу мүмкін емес, бірақ Велта бұл жақсы сынақ болады деп санайды. Робот қаруын іске қосып, Велтке оқ жаудырады, бірақ ол жалтарып, оған сиқырмен шабуыл жасау үшін ауаға секіреді. Ол соққы бере алады, бірақ бұл роботты жою үшін жеткіліксіз екенін түсінеді. Өйткені оның жағдайы жақсы емес. Ол өзінің шегіне жеткенін түсінеді, бірақ ол әлі де жеңе аламын деп ойлайды, және қылышын суырып алады. Ол мылтықты қылышқа айналдыратын роботқа қарай жүгіреді. Олар бір-бірінің шабуылына тосқауыл қояды. Ал Вельтол роботты бар күшін көрсетуге шақырады. Ол байсалды болып, кенеттен оның қолы мен басын кесіп тастайды. Ұшқыш тапқан нысананың жойылғанын хабарлайды. Бірақ олар Вельтолдың әлі тірі екенін көргенде шошып кетеді. Вельтол қатты әсер еткенін айтады, бірақ олардың жауынгерлік тәжірибесі жоқ. Өйткені олар басын кесіп алған кезде босаңсыды. Ол жын қылышын вермен суырып алады, ал робот қорқыныштан қатып қалады. Втол оның қолдары мен аяқтарын кесіп тастайды. Бұл жақсы жекпе-жек болды, бірақ олар жын лордпен бетпе-бет келу бақытына ие болмады. Ұшқыш нысананы жоя алмағанын және жауап алудан құтылу үшін өз-өзіне қол жұмсағанын айтады. Вельтол заманауи қарулардың адамды осы деңгейге дейін күшейте алатынына және жаңа дәуірді қорқынышты деп санайтынына таң қалды. Бірақ Такахаши Вельтолды одан да қорқынышты деп санайды. Өйткені ол сиқыршыны жалғыз өзі жеңді. Ол Шимарудың логотипін байқап, Якуза ешқашан мұндай қаруға қол жеткізе алмас еді. Сондықтан жұмыс ол ойлағаннан да қауіпті болуы мүмкін деп ойлайды. Вел бұл текшенің не екенін білгісі келеді, және ол бұл митрильге арналған сақтау құрылғысы екенін және оның ішінде не бар екенін тексеру керек екенін айтады. Олар есікті ашып, Вельта өзінің барлық өлмейтін субъектілерін танитын есімдердің тізімін көреді. Бірақ бақытымызға орай, махинаның есімі ол жерде жоқ. Такахаши қосымша ақпарат алу үшін өз клиентімен Джуға хабарласуға тырысады, бірақ оған хабарласа алмайды. Ол Вельтке онымен жеке кездесу керек екенін айтады, және ол патша ретінде өлмейтіндерге қамқорлық жасау оның міндеті екенін айтады. Көп ұзамай олар үлкен көп қабатты үйге келеді, ал Такахаши қауіпсіздік жүйесін бұзады. Олар лифтке кіреді, ал Вельта одан түймелерді басуды сұрайды. Өйткені ол мұны істегенді ұнатады. Бұл оған бір түрлі болып көрінеді, бірақ ол олардың бірден 13-ші қабатқа көтеріле алмайтынын және түймелерді белгілі бір ретпен басу керектігін айтады. Олар ақыры 13-ші қабатқа жетеді. Бірақ Такахаши тұзақтар бар деп Вельтті тоқтатады. Ол өзінің күшін пайдаланып, барлық сиқырлы және физикалық тұзақтардың қарусыздандырылғанын байқайды, және ол таң қалады. Және ол жын-перілердің иесі ретіндегі міндеттеріне зындандарды салу және күтіп, ұстау кіретінін түсіндіреді. Сондықтан оған тұзақтарды табу оңай. Олар пәтерге келеді, ал Джу мен Такахаши есік қоңырауын соғады, бірақ ешкім жауап бермейді. Вельта есіктің ашық екенін байқайды, және Такахаши бұл бір түрлі болып көрінеді. Өйткені Джу неде ауқатты адамдар. Олар шіріктің иісін сезеді, ал Вельта бірдеңе дұрыс емес екенін түсінеді. Сондықтан абай болу керек. Такахаши Эддидің денесін тауып алады, ал Вельта оны бұрын басқаша көрінгенімен таниды. Такахаши ақпарат жинау үшін сыртқа шыққанда үнемі үйсіз-күйсіз жүргендей кейіп танытатынын айтады. Вельта мәйітті тексеріп, оны бірнеше күн бұрын өлтірді деген қорытындыға келеді. Такахаши бұл оның жаулары болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ Вельтал бұл кәсіпқойдың жұмысы деп санайды. Ол біреу кісі өлтірушіні жалдаған болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ оның отбасы да жойылды. Сондықтан Такахаши оның отбасы туралы ақпаратты жою басты мақсат болды деп санайды. Вельтал оларда қалған жалғыз анықтама тізім деп ойлайды. Бірақ Такахаши олардың басқа нұсқасы болуы мүмкін екенін айтады. Ол Иджудың ақпарат брокері және хакер болғанын, сондықтан оның құпия жәшіктен тапқан отбасының сақтық көшірмесі болуы керек екенін айтады. Ол оны компьютерге қосады және таң қаларлықтай құпия сөз қажет емес, бірақ барлық файлдар бүлінген. Вельтал нақты файлды жасыру үшін
қалталардың белгілі бір ретпен орналасқанын байқайды. Олар бүкіл қаланың бейкүнә адамдардың өмірі есебінен жұмыс істейтін эфирлік реакторға тәуелді екенін көрсететін бейнені табалды. Реактор жер астынан өтетін желілерден эфирді алып, энергияны сиқыр мен электр энергиясына айналдырады. Бірақ бүкіл қаланы қуаттандыру үшін реакторға 10 эфирлік желі қажет, ал оның екеуі ғана бар. Сондықтан энергия тапшылығына байланысты қаланы электр қуатымен қамтамасыз ету мүмкін емес. Сондықтан өлмейтін пеш жобасы іске қосылды. Пеш өлмейтіндерді өртеп, оларды қала үшін эфирге айналдырады. Бір өлмейтіндердің жаны 1000 өлімнен де көп эфир бере алады. Дереккөздер мен Джудың айтуынша, олар жобаны салу үшін үйсіздер мен бейтаныс адамдарды жалдаған және пеш дайын болғаннан кейін олардың барлығы өлтірілген. Ол бұл өлмейтіндердің Вишимару отын деп аталатынын және пештермен қоректенетін алғашқы өлмейтіндердің бірі қара аң екенін айтады. Өлмейтіндерді аулау оларды жинауға сылтау ғана болды. Бірақ ол компанияның отыны таусылып жатыр деп есептейді. Сондықтан олар Якуза гильдиясынан өлмейтіндер тізімін сатып алды. Ол олардың отыны таусылғанда бұл бүкіл қалаға әсер ететінін айтады. Бірақ ол оларды жалғастыра алмайды. Ол барлық деректерді сақтағанын және шешімді бейнені кім көретініне қалдыратынын атап өтті. Бұл мәселені шеше алатын жалғыз адам аты аңызға айналған жын лорд екенін айтты. Вельтель бұл ақпаратты көпшілікке жария ету керек пе деп сұрайды. Бірақ Такахаши оны жай ғана алып тастап, Джу сияқты өзін өлтіреді деп сенеді. Вельтель өлмейтіндердің патшайымы ретінде ол мұны өз мойнына алуы керек және бұл туралы алаңдамауы керек деп санайды. Оның айтуынша, олар кем дегенде билікке дене туралы хабарлауы керек. Ал Вельтель бұл жағдайды көлікке де айту керек деп ойлайды. Бірақ ол оған жете алмайды және оған бірдеңе болды деп уайымдай алмайды. Біз көлікті пәтерде көреміз. Ол кешкі асқа тамақ әзірлеуді ойлап жатқанда, бірақ кенеттен Маркус келіп, қатты жарылыс болды. Ол оған шабуыл жасағаны үшін оны суық деп атайды және біз жауынгерлік киім киген көлікті көреміз. Олар бір-бірін пышақтарымен атып тастайды. Бірақ көлік түтінді жарып өтіп, оның қолын кесіп тастайды. Бірақ ол оны бірден қалпына келтіріп, одан да көп қылыштарды шақырады. Махина өзін тосқауылмен қорғайды. Сондықтан Маркус оны жарып жіберуге тырысады. Бірақ біз оның жақсы екенін көреміз. Канохара оған шабуыл жасамақшы болды. Бірақ ол қашып үлгерді. Ол Канохарамен күресуге бел буады. Бірақ Маркус оның сиқырын жоққа шығарады. Ал Канохара оны артынан пышақтап тастайды. Ол Маркусқа өзінің таныс адамын басынан бастап ажырату керек екенін айтады. Бірақ ол көңіл көтеруге қарсы тұра алмайтынын айтады. Ол Махинаның жерде жатқанын көріп, оған не істегеніне таң қалады және оның танысын өшіргенін мойындайды. Ол танысын бұзу мүмкін емес деп ойлайды. Өйткені ол жалғыз болды. Бірақ ол барлық таныстардың артқы есігі бар екенін айтады. Және ол өзінің жаңа жетілдірілген танысымен олардың кез келгенін өшіре алады. Сондықтан оны ешкім жеңе алмайды. Осыдан кейін біз үйге оралып, Махинаға не болғанын ойлайтын Вильтологты көреміз. Олар жарылыс болғанын түсінеді және Такахаси осы аймақтағы жеткізуші дрондарды бұзып, оның артында Маркус тұрғанын біледі. Олар оның Махинаны айдап бара жатқанын көреді. Ал Такахаси оны пешке апарып жатқанын түсінеді. Вильтол оны құтқарғалы жатыр. Бірақ Такахаси ол жерге жай ғана кіре алмайтынын айтады. Өйткені реактор аймағын көптеген магина роботтары қорғайды. Ол күресе алмайтынын айтады. Бірақ Вильтол біреудің бар екенін түсінеді. Оларға кім көмектесе алады? Ол Гремді тауып, одан көмек сұрайды. Ол өлмейтіндердің қаланы энергиямен қамтамасыз ету үшін өртеніп жатқанын түсіндіреді және Гремнен Махинаны құтқаруға көмектесуін сұрайды. Грем, егер ол реакторды жойып жіберсе, бұл қаланың өліміне әкелуі мүмкін екенін атап өтті. Сондықтан ол Вильтоладан бір адамды құтқару үшін бәрін өлтіретінін сұрайды. Бірақ Вильтол Мочананы да, қаланы да құтқарамын деп шешті. Өйткені ол жындардың әміршісі және бәрін басқарады. Ол Гремнен оған тағы бір рет көмектесуін сұрайды. Ал Грем келіседі. Бірақ ол мұны тек ұрланған әйелді құтқару үшін істеп жатқанын айтады. Өйткені оның міндеті әлсіздерді қорғау. Сондықтан Ақхаша оларды зынданға апарады. Ол жерден реакторға жетуге болады. Бірақ Вильтол олардың зынданды тазалауға уақыты жоқ деп санайды. Бірақ Грем зынданды оңай картаға түсіру үшін жасаған өзінің бастапқы шеберлігін пайдаланады және Вильто өзін авантюрист ретінде құрметтемейтінін айтады. Өйткені ол бұрын зындандарын жасауға көп күш жұмсаған. Олар дауласа бастайды. Бірақ Такахаши олардан Маккананың өміріне қауіп төніп тұрғанын еске салып, зейінін шоғырландыруды сұрайды. Грем тұзақтарды көрмейді. Сондықтан олар реакторға ең қысқа жолмен бара алады деп ойлайды. Вильтол Такахашиден дайын ба деп сұрайды. Бірақ ол бұл күтілгеннен ұзағырақ уақыт алатынын айтады. Сондықтан олар оған тағы біраз уақыт сатып алуы керек. Олар лифтпен реакторға көтеріледі. Бірақ оған жақындаған кезде Такахашимен байланысын үзеді. Грем Вильтолдың күшейгенін және Вильтолдың әлсіреп бара жатқанын айтып,
оны мазақ етіп жатыр деп ойлайтынын атап өтті. Бірақ Грэм оның өткені мен ешқашан вассалдарымның бірі үшін оның алдында бас иетіндей күшті болмас едім деп жауап береді. Олар реакторға жетеді. Ал Канахара олардың шынымен келгеніне таңғалады. Маркус олардың тікелей эфирлік қондырғының астында екенін айтып, оған өлмейтіндердің жанын эфирге айналдыру арқылы қаланы энергиямен қамтамасыз ететін өлмейтіндерді жағатын пешті көрсеткенде, біз көлікке қайта ораламыз. Ол достарын отын ретінде пайдаланғанын айтады. Ал ол ашуланып, оны жалынмен жағуға тырысады. Бірақ оның тосқауылы оны қорғайды. Ол өлмейтіндердің физикалық тұрғыдан өле алмайтынын, бірақ пешке лақтырылса өлетінін, өйткені олардың жаны жойылатынын түсіндіреді. Ол желдің отыны ретінде бірінші болып пайдаланғанын және оның өмірінің соңғы сәттерінде азап шеккенін және машина одан кек алуды шешкенін айтады. Бірақ Маркус одан өлмейтіндерге ризашылығын білдіріп, тынышталуын сұрайды. Өйткені олардың құрбандығы қаланың гүлденуіне жол ашты. Оның айтуынша, Ишимара тобының бірнеше мүшелері ғана бұл пеш туралы біледі, және олар мұны құпия ұстайды. Өйткені жұртшылық шындықты білсе, оларға қарсы болады. Оның айтуынша, оларда жанармай таусылып жатыр, және ол басқа көзді тапқанша, оларға жеткілікті қуат беретінін біліп, оның жанын өртеп жібермекші. Өйткені ол 6 қараңғы кеңесшінің бірі. Бұл арада Канохара Велттің өтуіне жол бермейтінін айтады. Бірақ Грэмді көргенде таңғалады. Өйткені ол батыр мен жын лорд бірге жұмыс істейді деп ойламаған. Грэм өзінің бұдан былай ең жақсы формада емес екенін біледі. Бірақ онымен күресуге бел буады. Және Велта оған қылышты жақсы меңгергенін айтып, абай болуды ескертеді. Бірақ ол бұл мәселе емес деп ойлайды, және ол бұрын толқудағы ең күшті қылышшы болғанын еске салады. Кенет Грэмнің артында Канохара пайда болып, оған найзағайдай жылдам соққымен шабуыл жасайды. Бірақ ол оның шабуылын тойтарып үлгерді. Ал Велта пешке қарай жүгірді. Ол оны тоқтатуға тырысты, бірақ Грэм оның жолына түсті. Велта оған өлмеуді және шұңқырға секіруді бұйырады. Ал Канахара Грэмге оның дәуірі әлдеқашан аяқталғанын айтады. Бірақ ол біреу оның көмегіне мұқтаж болғанша күресуді жалғастыратынын түсіндіреді. Ол жекпе-жекті тезірек аяқтағысы келеді. Сондықтан ол өзінің сиқырлы құралдарын іске қосады. Оны жарқылмен соқыр етіп, кенет итеріп жібереді. Ол сиқырлы жабдықтың басқа түрлерінен асып түсетін 5-ші буын прототипін қолданып жатқанын айтады. Бірақ оның кемшілігі бар. Жұмыс уақыты жүргізушінің мана қорына байланысты. Ол оған шабуыл жасауды жалғастырып, оны өткеннің жәдігері деп атады. Өйткені ол туралы бәрі ескіргендіктен жеңілетінін айтты. Бірақ бұл олардың шайқасының нәтижесін шешпейтінін түсіндірді. Ол тағы да найзағайдай жылдам қылышын пайдаланады. Бірақ ол оның шабуылына тосқауыл қояды. Ал ол тез арада тағы бір соққы береді. Бірақ ол әлі де әрекет ете алады. Ол оның қорғанысында саңлау таба алмайтынын мойындап, оның сиқырлы құралдарының әсерлі екенін, бірақ оның да берік екенін атап өтіп, оны итеріп жібергенін айтты. Бірақ оның айтуынша, оның шабуылдары жеткілікті жылдам емес, өйткені ол сиқырды қолданбас бұрын қылышын сермеу керек. Ол мұны байқағанына таңғалды, бірақ бұл маңызды емес деп ойлайды. Өйткені ол оған тең емес екенін айтып, оны жеңе алмайды. Бірақ ол оны ұра алмайды, және ол оның қорғанысындағы олқылықты көреді. Сондықтан ол өзінің сиқырын пайдаланып, оны қоршап тұрған жер тікенектерін шақырады. Бірақ ол өзін босатып үлгереді, және оны иммобилизациялау үшін мұзды дауыл заклинаниясын қолданып, оған асығады. Бірақ ол оның шабуылына тосқауыл қояды. Содан кейін ол отты шарды атып, оған тікелей тиіп, үлкен жарылыс жасайды. Бірақ ол орнынан тұрып, оның сиқырының жеткілікті күшті емес екенін түсінеді. Бірақ оның тактикасы әлі де тиімді екенін атап өтеді. Және бұл комбинацияны 500 жыл бұрын үйренгенін айтады. Ол ашуланып, оған асығады. Бірақ ол оны итеріп жібереді. Ол неге оны жеңе алмайтынын сұрайды, және ол оңай жеңілмейтінін айтады. Өйткені ол батыр. Ол келесі шабуылға дайындалып жатыр. Оның тот басқан қылышы оған көмектеспейді. Бірақ ол адамдар оның көмегіне мұқтаж болғанша жарқырайды деп жауап береді. Ол қылышының күшін шақырады. Ол жарқырай бастайды, және ол қазір өзінің ең күшті шабуылын қолданып жатқанын айтады. Ол алға ұмтылады. Бірақ оның қылышы кенет жарылып, айналасындағылардың бәрін жарықтандыратын ең күшті шабуылын жасайды. Бірақ ол оның әлі тірі екеніне сене алмайды, және оның жабдықтарының әсерлі екенін мойындайды. Ол оны қалай жеңе алғанын сұрайды, және ол мұны өзінің тәжірибесіне байланысты деп түсіндіреді, және оның 500 жыл бойы күресіп келе жатқанын айтады. Ол сұрайды, неге ол Велтке бармады, Маркусқа қарсы мүмкіндігі жоқ деп ойлап. Бірақ Грэм оған оны бағаламау керектігін айтады. Өйткені ол жоспарсыз шабуыл жасамайды. Ол Грэмді өтірік айтып жатыр деп ойлайды. Бірақ ол Велттің трубасы бар екенін және жалғыз өзі екенін айтады. Кім бұл туралы біледі, және оны пайдаланған кезде Велта жеңеді деп ойлайды. Нахара оған қайғы қасіреттен құтылуды бұйырады. Бірақ ол оның күресті жалғастыра алмайтынын және оны өлтірудің мағынасыз екенін айтып бас тартады. Бірақ ол олардың шабуылға ұшырағанын түсінеді және оны өз тосқауылымен қорғайды. Бір топ Мекс пайда болып,
олармен күресуге дайындалып жатыр. Біз махинаның Маркуспен қоштасып жатқанын көреміз. Ол оны құрбан етпекші болып, өлмейтіндерді өлтіргеннен кейін келесі жын лорд болу мақсатын айтып жатыр. Ол онымен қоштасып, оны жібереді де. Ол Вильтолмен өткізген уақытын ойлап, пешке құлап кетеді. Ол оған бар жақсылықты тілейді және оны жақсы көретінін айтады. Бірақ ол құлап қала жаздаған кезде кенеттен пайда болып, оны құтқарады. Ол оған берілмеу керектігін айтып, кешігіп қалғаны үшін кешірім сұрайды. Ол Маркустан оның әрекетін ақтауға бола ма деп сұрайды. Бірақ ол жоқ деп жауап береді. Ал Уэльтол оған қайтадан қызмет етуге мүмкіндік береді. Бірақ Маркус бас тартады. Ал Уэльтол оны өлтіруге шешім қабылдайды. Маркус қанды қылыштармен шабуылдайды. Бірақ Уэльтол оларды оңай тойтарып алады. Және олар жарылып, айналасындағылардың бәрін түтінге орайды. Маркус қылыштарының бірін қолданады. Өйткені Уэльтол оған шабуыл жасайды және олар ұрысқа кіріседі. Маркус Уэльтолдың күшейту сиқырын қолданып жатқанын түсінеді. Оның айтуынша, бұл дұрыс. Өйткені ол қазірдің өзінде белсендірілген сиқырды қайтара алмайды. Бірақ Маркус Уэльтолмен күресіп, оны жеңеді. Вильтол оны өлмейтіндерге опасыздық жасағаны үшін жазалауды шешеді. Бірақ Маркус оның мүмкіндігі жоқ деп ойлайды және оған керемет жылдамдықпен шабуыл жасай бастайды. Бірақ Вельта өзін өзі кесіп үлгереді және оның басы да қанға боялған. Бірақ Маркус оған қанын бағыттайды. Ал Вельта бірден қалпына келеді. Ол Вельтаның өз отбасын өлтіргісі келетінін біледі және ол жеңе алмайтынын айтады. Өйткені оның отбасы жоқ. Ал Маркус Вельттің денесіндегі қанды жарып жібереді. Біз оның қорқынышты күйде екенін көреміз. Ал Маркус жекпе-жектің аяқталғанын айтады және оны аяқтау үшін өзінің ең күшті жарылысын қолданады. Ол Вельтке көңілі қалғанын айтады. Өйткені ол қарсылық көрсетіп, машинамен күресуге дайындалады деп күткен. Бірақ ол Вельтпен не болып жатқанын сұрайды. Маркус оның айналасында қара энергияның бар екенін көріп, Маркусты оны осы күйде жеңгені үшін мақтап, оны осындай жағдайға жеткізген екінші адам екенін айтты. Вельта оған соңғы мүмкіндік беруді ұйғарады және ол оған қызмет етеме деп сұрайды. Бірақ ол басқа өлмейтіндерді өлтіргенде әлемді басқарамын деп бас тартады. Вельта оны өлтіруге бел буып, өзгере бастайды. Бірақ Маркус оның қанын қолдануға тырысады. Бірақ заклинание нәтиже бермейді. Вельта күліп, Маркусқа өзінің бақытты екенін айтады. Өйткені оны тек Грем ғана екінші формада көрген және Маркусқа оның жақына өлетінін айтқан кезде денесі өзгере бастайды. Біз Такахашидің шоудың басталғалы жатқанын айтып, қаладағы барлық экрандарды басқаруға мүмкіндік беретін түймені басып, барлығына Вельттің трансляциясын көрсетіп жатқанын көреміз. Барлығы оны көре бастайды. Өйткені олар оны танымал стример ретінде біледі және Такахаши оған сенім күшін арттырып, оны танымал етуді бұйырғанын есіне алады. Ол оған бұл қиын тапсырма екенін айтады. Бірақ ол мақсатқа жету үшін бәрін жасай алатынын айтады. Сондықтан ол аздап көңіл көтеруді шешеді. Ол шаршағанын айтады. Бірақ досына көмектесе алғанына қуанышты және Вельтол Мочинаны құтқарады деп үміттенеді. Барлығы оның ағындарын көріп, оның барлық жерде екенін түсінеді. Өйткені ол қаладағы барлық экрандарды түсіріп алған. Біз Вельтолға қайта ораламыз. Ол үлкен хайуанға айналады және Маркус Вельтолдың бұл форманы эфирге деген сенімі жоғары болған кезде ғана қолдана алатынын түсіндіргенде шошып кетеді. Маркус оған әлі де мүмкіндік жоқ деп ойлайды және Гремнен жеңілгеннен бері бәрі өзгергенін айтады және оның қанын қайтадан қолдануға тырысады. Бірақ ол сәтсіздікке ұшырайды және не болып жатқанын түсінбейді. Уэльтол өзінің сиқырынан бас тартқанын айтады. Ал Маркус енді сиқырды сөзсіз жасай алатынын түсінеді. Бірақ бұл мүмкін емес деп ойлайды. Өйткені тіпті ең заманауи технологиялар әлі мұндай деңгейге жеткен жоқ. Вильтол өзінің қазіргі қалпында отбасының қабілеттерін көшіріп, оларды өз қабілеті ретінде пайдалана алатынын түсіндіреді. Ол Маркусқа жаңа күш деңгейіне жетуге көмектескені үшін алғыс айтады және ол енді өзінің технологиясының арқасында сиқырды сөзсіз пайдалана алатынын айтады. Бірақ ол Уэльтолды өтірік айтып, сиқырын қолдануға тырысады деп ойлайды. Бірақ ол әлі де сәтсіздікке ұшырап, үрейлене бастайды. Содан кейін оның аузы кенет жарылып, Уэльтол оған жеткілікті болды деп шешті. Ол оны бөліктерге бөледі. Бірақ Маркустың денесі қалпына келеді және Уэльтол оны азаптауды жалғастырады. Маркус өзіне біртүрлі жаратылыстардың тартылып жатқанын көреді және Уэльтол оның отбасына еніп кеткенін және қазір оған жалған бейнелерді сіңіріп жатқанын түсіндіреді. Маркус үрейленіп, Велоттан оған қайтадан қызмет ететінін айтып, тоқтауын өтінеді. Бірақ Велот оның ұсынысынан 2 рет бас тартқанын еске салады. Ол Маркусты пышақтап тастайды. Ол қазір пешке құлап кететінін түсінеді. Ал Велот оған отын жағатынын айтады. Ол олардың бір-бірінен онша ерекшеленбейтінін айтады. Өйткені ол да өлмейтіндерді пешке тамақтандыруға дайын. Бірақ Маркусқа өзінің қатыгездігімен танымал екенін еске салады. Өйткені ол жындардың әміршісі. Маркус жаңа әлем туралы ештеңе білмейтінін және максималды күшпен жарылып кетпес бұрын қанын велосипедке шашып жіберетінін айтады. Бірақ бұл жұмыс істемейді және Велот онымен қоштасып,
оны пешке тастайды. Оның денесі еріп, махинаның бұғаулары жоғалып кетеді. Ал Велот бастапқы қалпына оралып, оны сыртқы түрімен қорқытты ма деп сұрайды. Ол қорқатынын мойындады. Бірақ бұл жын лорд үшін тамаша пішін болды деп санайды. Ол өзінің әлсіз екенін мойындады. Бірақ өзінің әлсіздігінің арқасында одан өлместіктің нұрын таба алды және сол себепті Маркусты жеңе алғанын айтты. Ол оны құшақтап, оны жақсы көретінін айтады. Ал ол оны да жақсы көретінін айтады. Содан кейін біз Велоттың керемет, күрделі бейне ойынын ойнап жатқанын және соңғы бастықты жеңуге тырысып жатқанын көреміз. Бірақ ол шешуші соққы бере алады. Ол жеңісті көрермендеріне оның есебінен қателескендерін айтып тойлайды. Өйткені олар ойынды жеңуге күші жетпейді деп ойлады. Ол 72 сағат қатарынан ойнағанын айтып, эфирді аяқтамас бұрын оны тастамағаны үшін көрермендерге алғысын білдіреді. Макина оған қосылып, ойынды аяқтай алғанына қатты әсер еткенін айтады. Бірақ оған әр 24 сағат сайын үзіліс жасауға кеңес береді. Өйткені ол онымен уақыт өткізгісі келеді. Ол қазірдің өзінде 3 миллионнан астам жазылушысы бар екенін айтады және ол оны тойлағысы келетінін сұрап құттықтайды. Бірақ ол бұл қажет емес деп жауап береді. Өйткені ол өзінің екінші формасының құлпын ашып қойған. Бірақ бұл өте пайдалы емес. Өйткені ол тек өлмейтіндермен күресуге арналған. Ол басқа қараңғы серіктестерді тапқысы келеді. Өйткені олардың үшеуі әлі табылған жоқ. Ол Маркустың олар туралы ешқашан ештеңе айтпағанын және Вильтол өлтірілгендер мен өлмейтіндер туралы мақтанғанды ұнататынын біледі. Сондықтан олар әлі тірі деп ойлайды. Ол қараңғы перістегі жазбаларды тексеруді ойлап отыр. Өйткені ол жерде олардың орналасқан жері автоматты түрде бақыланады. Бірақ макина жеңілістен кейін жазбалардың жоғалғанын айтады. Сондықтан оларды табу керек. Есік қоңырауы соғылып, Такахаши оларды ашуды сұрайды. Олар оны кіргізеді. Ал Вильтол оның әлі мектепте оқып жүргенін білгенде таң қалады. Ол оны қауіпті тапсырмалар үшін тым жас деп ойлайды. Бірақ оған бәрібір, ол оның ағындарын көргенін айтады. Ол көрермендер 72 сағатқа созылғандықтан жалығып кетті деп ойлайды. Бірақ ол уайымдамау керек дейді. Және ол болашақта барлығының тамашалауы үшін ең жақсы сәттерді жариялай алады. Ол бұдан әрі не істейтіндерін сұрайды. Және ол қараңғы перістегі жазбаларды іздейтіндерін айтады. Және ол оларды қазына іздеп жатырмыз деп ойлап жігерленеді. Ол олар үшін ақпарат жинайтынын айтып, оларға қосылуды шешеді. Ол браузерді ашып, бұл туралы ақпаратты интернеттен таба алмаймын деп ойлайды. Бірақ ол бұл ақпаратты табу үшін ықтимал орындарды іздейтінін түсіндіреді. Және іздеуді қысқарту үшін отбасының парфюмериясын пайдаланады. Ол бұл жерді тапқанын және оларға өлмес соғыс аяқталғаннан кейін құрылған Лузель сиқырлы академиясының үйі Акихабару қаласын көрсетіп жатқанын айтады. Ол оның астында 500 жыл бойы ашылмаған құпия қазына бар екенін айтады. Және Вильтол олар қараңғы перістің жазбаларын сол жерден таба алады деп ойлайды. Ол академияның қауіпсіздігін қадағалауды ұсынады. Олар ішке кірген кезде, бірақ махина бұл заңсыз дейді. Вильтол оларды академияға студент ретінде түсуге шақырады. Ал Такахаши оның идеясын қолдайды. Ол олардың құжаттарын академияға қабылдау үшін қолдан жасап жатқанын айтады. Олар Акихабару қаласына барады. Және оларды вокзалда робот қарсы алады. Ол Вильтолдан онсыз қалаға кіре алмайтынын айтып, жеке куәлігін сұрайды. Вильтол ашуланып, роботты жою туралы ойлайды. Бірақ Такахаши оған жеке куәлігін сканерлеуге рұқсат береді. Ал робот оны өткізіп жібереді. Вильтол қаланың әдемі екенін түсініп, оған алматты еске түсіреді. Және ол басқалармен бірге айналасына қарайды. Ол мұнда сиқырлы протестердің сатылып жатқанын көріп, барлығының магиннің гаджеттеріне қызығушылық танытатынын түсінеді. Махина адамдардың дене мүшелерін механикалық протестерге ауыстыратынын айтады. Олар Лузельге келіп, Гатель есімді директормен кездеседі. Ол олардың құжаттарын тексереді. Бірақ Такахаши қобалжыды, өйткені ол Гатель оның алдауын ашу мүмкін деп қорқады. Біз оның өз руының басшысы Акихабараның 3 үлкен үйінің бірі екенін және тіпті қаланың жартысын басқаратынын білеміз. Такахаши олардың құжаттарын қабылдаудан бас тартады деп қорқады. Бірақ ол келіседі және неге Лузельді таңдағанын сұрайды. Такахаши сылтау ойлап табуға тырысады. Бірақ Вельт оған шындықты айтады. Ол құпия қазынада не бар екенін көргісі келеді. Сондықтан Акхаши оларды құрдымға кетті деп ойлайды. Бірақ Готель оның ынта жігеріне тәнті болып, қазынаға кіруге рұқсат береді. Бірақ оның айтуынша, ол жерге ешкім жете алмайды. Өйткені ол 500 жыл бойы мөрленген. Ол мөрді алып тастаудың жалғыз жолы қазынаның кілті ретінде қызмет ететін регалиялары бар 3 үлкен үйдің тарауларын жинау екенін түсіндіреді. Ол Вельтке қылышын көрсетіп, бұл кілттердің бірі екенін айтып, қалған регалияны тапса, мөрді алып тастауға уәде береді. Ол қазынашылықта не бар екенін де көргісі келетінін айтады. Бірақ бір регалия жетіспейтіндіктен мәселе бар екенін түсіндіреді. Осыдан кейін Вельт және оның достары Мег есімді мұғалімімен кездеседі. Ол Такахашиге оның танысын алып тастау керектігін айтады.
Өйткені ол оны академияда киюге болмайды. Мек академия студенттердің сиқырды үйренуге және керемет сиқыршы болуға көңіл бөлуін қалайтынын және Вельт пен оның достарын сыныпқа апаратынын түсіндіреді. Ол олардың есімдерін атаған кезде олар өздерін таныстыру керек екенін айтты. Біз сыныпта оның басындағы дауысты естіген бір түрлі қызды көреміз. Ал сыныптастары оны сәтсіздікке ұшырады деп ойлап, оны талқылап жатыр. Ол жалыққанын және мектепті тастағысы келетінін айтады. Бірақ Уилтол олардың сыныбына өзін алмасу студенті ретінде таныстырып келеді және оның олармен бірге оқығанын мақтан тұту керектігін айтады. Магна да өзін карри жасауда жақсы екенін айтып, өзін таныстырады. Ал Такахаси өзінің данышпан хакер екенін айтып, барлығын қарсы алады. Мек сиқырлы күшті өлшеп жатқанын айтып, мана кристалын көрсетеді және Вильтолдан оған қолын қоюын сұрайды. Ол кристалдың сынуы мүмкін екенін ескертеді. Бірақ ол бұл мүмкін емес деп ойлайды және ол оның өтінішін орындайды және кристалл бірден бұзылады. Мек барлығына ақыл ойды оқуға тыйым салынғанын айтады. Бірақ олар мұны сиқыр мектебінде үйрену керек. Ол Вильтолдың назарын аударады. Өйткені ол жазбайды және одан мұқият болуын сұрайды. Бірақ ол бәрін есінде сақтағанын айтады. Ол оған тарих туралы сұрақ қояды және ол жүздеген жылдар бұрын болған оқиғаны егжей-тегжейлі айтып береді. Және оның жауабына бәрі таң қалды. Содан кейін біз Изуки есімді оғаш қыздың кешкі ас ішіп отырғанын көреміз және барлығының Вильтоле туралы айтқанын естиміз. Бірақ оған Альберт есімді жігіт келіп, оны апатқа ұшыраған Рейнард руының басшысы деп атайды. Ол оның сиқырға таланты жоқ екенін және мектепте оқуға лайық емес екенін және оған ерекше қарым-қатынаста екенін айтады. Өйткені ол 3 ұлы отбасынан шыққан. Ол ата-анасын қорлай бастайды және ол ренжіді. Бірақ ол ашуланбау керектігін айтады. Өйткені ол жай ғана шындықты айтады. Бірақ Вельта оған үндемеуді айтады. Өйткені ол удонның бір бөлігін жеп, оны үнсіз жеу керек екенін айтады. Ол Альберттің кесірінен оның тамағы бұзылғанын айтады. Ол Вельтті тікелей эфирде көрсеткені үшін қорлайды, оны жалған деп атайды. Бірақ Альбертке оның ағындарын көргені үшін алғыс айтады. Ол Вельтке тілді қадағалап отыруды бұйырады. Өйткені ол Хаграм отбасының мұрагерімен сөйлеседі. Бірақ Альберттің фамилиясын таниды және оның Гонфаланың ұрпағы екенін сұрайды. Ол Гонфалдың олардың негізін қалаушы болғанын айтады. Бірақ Вельта оны қорқақ деп атайды. Өйткені ол маңызды шайқас кезінде қашып кеткен. Альберт ренжіді, бірақ Вельта оның Изукиге менсінбеуге құқығы жоқ екенін айтады. Өйткені оның таланты одан да көп. Ол бұл мүмкін емес деп ойлайды. Өйткені оның таланты мүлде жоқ және Вельтті оған сабақ беремін деп дуэльге шақырады. Осыдан кейін біз Хазукиді аренада көреміз. Онда Такахаши оған жақындап, неге бәрі одан аулақ жүргенін сұрайды. Ол оны жек көретінін түсіндіреді. Өйткені олар оны мектепте оқуға лайық емес деп санайды. Ол теория бойынша өте жақсы баға алғанын, бірақ сиқырды қолдана алмайтынын айтады. Сондықтан бәрі оны сәтсіздікке ұшырады деп ойлайды. Мочина мектепте дуэльге рұқсат етілгеніне сене алмайды. Және Хазуки академияның мұны жігерлендіретінін түсіндіреді. Өйткені ол күресуді білетін сиқыршыларды дайындағысы келеді. Мек төреші рөлін атқарады және Уилт пен Альбертке жекпе-жекті тезірек аяқтауды бұйырады. Өйткені олардың түскі үзілісі аяқталуға жақын. Уилта Изукиге олардың жекпе-жегін көруін айтады. Өйткені ол жақын арада оның жеңісін көреді. Бірақ Альберт оған тым тәкаппар екенін айтып, оның сиқырының академияда теңдесі жоқ екенін түсіндіреді. Өйткені ол сиқырға қатысты барлық пәндерден ең жоғары балл жинаған жалғыз студент. Вильтул әлі күнге дейін Сузукидің таланты одан да көп деп ойлайды. Бірақ ол бұл мүмкін емес деп санайды. Өйткені ол барлық тәжірибелік сынақтарда нашар баға алды. Бірақ Махина мектептің бағасын бір жақты деп санайды және Вильтолдың ешқашан қателеспейтінін айтады. Ол Альберттің оған тең келмейтінін айтады және ол орнынан қозғалмай жеңетін шарттарды қосуды шешеді. Ол дуэльде жеңіліп қалса, бәрін істеуге уәде береді. Бірақ егер ол жеңсе, Альбертке Хазукиді мазақ етуді доғаруын айтады. Альберт жеңіске жетемін деп ойлап, шарттарға келіседі. Ал Хазуки Махинаға Вильтолды тоқтатуды айтады. Өйткені оның мүмкіндігі жоқ. Бірақ Махина оған Альбертті құртатынын айтады. Маг дуэльді бастайды. Ал Альберт сиқырды қолданғалы жатыр. Бірақ Вильтол оның өзін ұстап тұрғанын біледі және оған бар күшін салуды айтады. Альберт сиқырды айту үшін өзінің барлық сиқырын пайдаланады. Ал сиқыршы Вильтол өліп қалуы мүмкін деп ойлап, жекпе-жекті тоқтатуға тырысады. Бірақ ол оған сабақ беремін деп араласпауын айтады. Альберт сиқырлай бастайды. Ал Уилтол оған жалғастыруды бұйырады. Бірақ Изуки өлгісі келмесе, кетіп қал деп айқайлайды. Альберт сиқырлы жебені атып жібереді. Бірақ Вильтол оны оңай ұстап алып, жалаң қолымен жаншып тастайды. Альберт бұған сене алмайды. Бірақ Вильтол оған өзінің керемет таланты бар екенін және егер ол тағы 200 жыл жаттығатын болса,
күшті сиқыршы болатынын айтады. Вельта өзінің сиқырлы қабілетін арттыру үшін көп жұмыс істегенін түсінеді және ата-бабасына дөрекілік көрсеткені үшін кешірім сұрайды. Содан кейін оны күш-жігері үшін марапаттауды шешеді. Вельта өзінің маназын жинап, кішкентай допты жасайды. Ол Альбертті ұшырып жібереді де, ол шетке ұшып кетеді. Хазуки болған жағдайға таң қалады және макина Вельтаның сығылған мананың бір шоғырын атып тастағанын, бірақ оны өлімге жұмсағанына ренжігенін түсіндіреді. Хазуки мектеп оқушысының бұлай жасамауы керек екенін түсініп, оның мүлде адам ба деп сұрайды. Ал Мека Вельтаның матчта жеңіске жеткенін хабарлайды. Осыдан кейін Вельта Изукимен сөйлеседі. Ол оған көмектескені үшін алғыс айтады, бірақ одан аулақ болуды өтінеді. Себебі ол оған қиындық тудыруы мүмкін. Вельта және оның достары қаланы аралап жүр. Ал Такахаши Альберттің ол кездестірген басқа адамдарға мүлдем ұқсамайтынын айтады. Макина мұны Аньятаның мәдениеті Акихабарада әлі де күшті болғандықтан деп санайды. Ал Такахаши бұл оған ұнамайтынын және осы дәуірде дүниеге келгеніне қуанышты екенін айтады. Макина үйге бара алатынын айтады, бірақ қазынаның ішінде не бар екенін көргісі келеді және Вельттен оны өзінің сиқырымен аша алатынын сұрайды. Ол мүмкін деп жауап береді, бірақ егер ол оны күшпен ашса, мазмұны жойылатынын түсіндіреді. Сондықтан олар регалияны жинауы керек. Ол оларды қазірдің өзінде іздеп жүргенін және олардың біреуі электр қалашығының өкілінде екенін білетінін айтады. Бірақ олар ешқашан жоғалғанын таба алмайды деп ойлайды. Вильтуль оған Хазукидің Рейнард руының басшысы екенін айтады. Ол регалияның жоғалуына байланысты апатқа ұшыраған болуы мүмкін және ол оларды табуға көмектесуі мүмкін. Олар электр қаласына жетіп, оның қаланың екінші жартысына ұқсамайтынын түсінеді. Сондықтан Хаша олардың адасып кетуі мүмкін екенін және оларға гид керек екенін айтады және ол қала туралы бәрін білетінін және ақпарат жинайтын орынды білетінін айтады. Ол оларды қызметші кафеге апарады. Онда олар келушілермен сөйлесіп жатқан қыздарды көреді. Бірақ Уилтол ол жерден қалай бірдеңе үйренуге болатынына таң қалады. Ол кафеде әртүрлі адамдар бар екенін түсіндіріп, қызметшілер өсек айтуды жақсы көретінін, сондықтан оларды ақпарат жинау үшін пайдаланған дұрыс екенін айтады. Макина бұл жердің ерекше атмосферасы бар екенін айтады. Бірақ ол бәрінің неге соншалықты қымбат екенін түсінбейді. Ал Такахаши бұл қызметшілердің кесірінен дейді. Өйткені клиенттер тәтті қызға қызмет көрсету үшін көбірек төлейді. Бірақ Уилтол мен Макина мұны түсінбейді. Өйткені олар күтушілер мен қызметшілерге қызмет көрсетуге дағдыланған. Такахаши досына қызметшіні қорлағаны үшін тыйым салынғанын және оларға абай болуға кеңес бергенін айтады. Ал Вильтол Изукидің одан аулақ болуды айтқанын есіне алады. Такахаши оған шыдамдылық таныту керек дейді. Өйткені олар сөйлесуді талап етсе, олардан аулақ болуы мүмкін. Ал Макина оның жақсы қыз сияқты көрінетінін және онымен дос болғысы келетінін айтады. Сондықтан Хаши қызметшіге қоңырау шалуды шешеді және ол сұрау жүйесі бар екенін түсініп, ең әдемісін сұрайды. Даяшы оларға жақындап, тапсырысты қабылдауға дайындалып жатыр. Бірақ олар бұл Изуки екенін түсінеді. Олар оған формасында әдемі көрінетінін айтады. Ал Вельта оның қожайындары екенін еске салады. Ол не тапсырыс бергісі келетінін сұрайды. Ал ол оған клиенттерге қызмет көрсету кезінде билейтін Манон есімді даяшының мінез-құлқын көшіруді бұйырады. Ал Уки бұл күлкілі көрінеді деп ойлайды. Бірақ Мочина оған дұрыс дағдылары болмаса, мұны істеудің қажеті жоқ екенін айтады. Изуки Мочина оған менсінбей қарап, солай істеуге бел буады деп ойлайды. Ол олардың тапсырысын қабылдап, билейді. Ал олар тамақтан ләззат алу керек екенін айтады. Олар оны керемет деп санайды және тамақтанғаннан кейін оған кейіп танытуды доғаруға болатынын айтады. Өйткені кафеде жалғыз олар қалды. Вельта оның регалиясына мұқтаж екенін айтады. Өйткені ол қазынаны ашқысы келеді. Бірақ ол көмектесе алмайтынын түсіндіреді. Өйткені ол оны жоғалтқаннан кейін оның отбасы бұзылды. Такахаши регалияның не екенін сұрайды және Хизуки бұл биліктің символы екенін және 500 жыл бұрын Малдия құдайы оларды Гремге бергенін, бірақ ол жер аударылғанын түсіндіреді. Кетер алдында ол регалияны Лузельдің екінші патшасы болған адамға және 3 ұлы үйдің ата-бабаларына берді. Бірақ ол регалияны 3 ұлына берді және олар байлық пен билік үшін бір-бірімен күрескендіктен 3 топқа бөлінді. Хизуки дәл осы себепті Акихабарада 3 үлкен үй бар екенін түсіндіреді және олардың қарым-қатынасы уақыт өте келе жақсарғанын, бірақ әлі де кек сақтайтын адамдар бар екенін айтады. Ол регалиясын жоғалтқандықтан ештеңе істей алмаймын деп ойлайды. Бірақ Вельта одан Сиболттың басшысымен байланысуға көмектесуін сұрайды және ол келіседі. Сондықтан Ақ Хаши оны құшақтап алды. Бірақ ол асқазанының дірілдегенін естіп, аш екенін түсінді. Олар оны тамақтанып жатқан мейрамханаға апарады. Бірақ бәрі мұнда не істеп жатқанына таң қалады. Өйткені олар сиқырлы қаланың студенттері. Сондықтан Ақ Хаши оның Сиболттың басшысымен кездесу ұйымдастыра алғанына таң қалды. Бірақ ол олардың біреуін ғана өзімен бірге ала алатынын түсіндіреді. Ал Вельта онымен бірге баруды шешеді. Хазуки айдаһардың етін жей бастайды. Бірақ Вельта жемеуді шешеді.
Өйткені Айдахар бір кездері оның вассалы болған. Ол одан қорқасың ба деп сұрайды, және ол еттің дәмін татып көруді шешеді. Суланған және оның дәмді екенін түсінеді. Тамақтанып болған соң, полицейлер олардың қасына келіп, бұл жерге жатпайтындарын айтады. Өйткені олар сиқырлы қаланың студенттері. Бірақ кенеттен Готтели пайда болып, полицейлерге оларды жалғыз қалдыруды бұйырады. Өйткені олар жай ғана тамақтанып жатыр. Полицейлер кетіп қалады. Ал Готтель электрлі қаланың олармен проблемалары бар екенін және Изукимен сөйлесу керек екенін айтады. Вельта және оның достары айналаға қарауды шешеді. Ал Изуки Готтельдің онымен неге сөйлескісі келетінін сұрайды. Готтель оны бақытты өмір сүру үшін асырап алғысы келетінін түсіндіреді. Бірақ Хазуки бұған қарсы, өйткені ол Рейнард кланын қорғауы керек. Готтель оны түсінеді. Бірақ ол әрқашан оның жүз жағында болатынын айтады және одан Вельтамен және басқалармен дос болуын сұрайды. Хазуки кетіп бара жатқанда, ол кенеттен басындағы дауысты естиді. Ал Такахаши оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды. Өйткені ол бозарған көрінеді. Ол бәрі жақсы деп жауап береді. Және Такахашиден ол үшін алаңдамауын өтінеді. Осыдан кейін Зуки мен Вельта Мерил есімді адаммен кездеседі. Ол өзін Сиболттың басшысының көмекшісі ретінде таныстырады. Ол олардың денелерін көзілдірікпен сканерлеп, Корей есімді қожайынына апарады. Ол Изукиге әрқашан уақыты бар екенін айтады. Вельта өзін ресми түрде таныстырады. Ол Кореядан гоблин болады деп күтпегенін және Хазуки оның дөрекілігі үшін кешірім сұрайтынын айтты. Бірақ Корея бұл қалыпты жағдай екенін айтады. Өйткені ол ата тегіне мән бермейді және бұрын саудагер болған. Бірақ Сиболттың бұрынғы басшысы оны жақсы көріп, оның мұрагері етіп тағайындады. Ол олардың не үшін келгенін сұрайды. Ал Вельта регалия туралы сөйлескісі келетінін түсіндіреді. Ал Корея бұл Себалт үйінің регалиясы екенін айтып, тәжін шығарады. Ол оның ішінде Мелдидің жан дүниесінің үзінділері бар екенін және ол меншігінен бас тартпайынша немесе жанын жоғалтпайынша одан құтыла алмайтынын айтады. Вельта Кореяны өлтіру арқылы оны ұрлай алатынын түсінеді және бәрі оны қауіп деп санайды. Бірақ ол бұл әзіл екенін айтады және Корадан қазынада не бар екенін көру үшін тәжді қарызға ала алатынын сұрайды. Ол әлемді билегісі келетінін айтады және Корея оны жынды деп санайды. Бірақ оған сенуді шешеді. Өйткені Изуки оны осында әкелді. Ол Акихабараны өзгерткісі келетінін айтады. Өйткені олар ескірген дәстүрлерді ұстанады. Бірақ ол Вельтке қазынаны ашып, қаланың нағыз билеушісі болу үшін оған 3 регалияда қажет болатынын айтты. Сондықтан ол мақсатына жету үшін Медеяны шақыру керек екенін түсінеді. Корея регалияны жинаудың ең жылдам жолы екенін атап өтіп, басқаларға баруға болатынын айтады және ол Вельтамен оңаша сөйлескісі келеді. Ол Вельтке регалияны жинауға көмектесуге келіседі және оған Изукиден жасырған құпиясын айтып, жоғалған регалияны жақын жерде жүргендей сезінетінін айтады. Ол Вельтке Медеяға көмектесу керектігін айтады. Өйткені ол осал және оның қаланы өзгерткісі келетін себептерінің бірі екенін айтады. Өйткені ол әкесіне үлкен қарыз. Ол жазбаларға сәйкес, ол регалияны алдыңғы тараудағы рудадан кішкентай кезінде алғанын, сондықтан оны тек ол ғана таба алады деп ойлайтынын айтады. Біз Махинаны кітап дүкенінен көреміз. Онда ол Авельтаның жазған кітабын көреді. Бірақ оның ол жаққа қалай жеткеніне таң қалып, оны сатып алады. Өйткені ол оны басқа біреудің көргенін қаламайды. Такахаши оның қасына келеді. Олар бірге кешкі ас ішеді. Махина оның алмасумен қалай айналысып жатқанын сұрайды. Ол бәрі жақсы деп жауап береді. Өйткені оның несиелері жеткілікті. Бірақ Такахаши неге үлкен әпке сияқты әрекет етеді деп ойлайды. Такахаши өзінің үлкен екенін түсіндіреді. Ал Такахаши өзін басқалардан үлкен деп санайды. Бірақ ол өзін қараңғы тікенектегі ең кішілердің бірі екенін айтады. Ол өзінен кіші бір ғана адам бар екенін және оған інісі сияқты қарағанын айтады. Бірақ Такахаши кенеттен Готтельді көріп, оны шақыруға тырысады. Бірақ Готтель оны мүлдем елемейді. Осыдан кейін Вельт барлығына Изукидің қазір олардың одақтасы екенін айтып, Изукидің арқасында маңызды ақпаратқа қол жеткізгендерін айтады. Бәрі кеш екенін түсініп, оның үйіне баруды шешеді. Бірақ ол мұны естігенде таң қалады және неге оған бару керектігін сұрайды. Олар онымен жақынырақ танысқысы келетінін және онымен бірге түнеуді шешетіндерін айтады. Біз Хизукидің есте сақтау қабілетінің нашарлағанын және жақын адамдарын ренжіткенін, сондықтан оны бәрі ұнатпайтынын білеміз. Дәрігер оған Рейнардтардың рухтарды қабылдауға табиғи қабілеті бар екенін айтты. Бірақ ол есте сақтау қабілетінің бұзылуы басқа нәрседен туындады деп ойлайды. Өйткені ол құмарлықтың белгілерін таба алмайды. Ол өзінің туған күнін ата-анасымен бірге тойлап жатқанда, ол кенеттен басынан дауыс естіп, ата-анасы қайтыс болды және ол Рейнардтар отбасының басшысы болды. Біз қазіргі уақытқа ораламыз. Барлығы Изукиге келгенде, ол оларға ата-анасымен бірге түскен суретін көрсетеді. Олар бірге ішеді. Ал Такахаши мектепте Изукидің жұмысы туралы білетінін сұрайды. Бірақ ол мұны құпия ұстайтынын айтады. Такахаши жекпе-жек ойындары турнирін өткізуді ұсынады.
ал Вельт бұл тамаша идея деп санайды. Бірақ Хизуки қаламайды, және ол онымен жекпе-жекке шығудан қорқатынын сұрайды, және ол қиындықты қабылдауға шешім қабылдайды. Ол оны нуб деп атай отырып, оны оңай жеңеді. Бірақ кенеттен есте сақтау қабілеті бұзылып, оны толығымен жеңгенін түсінеді. Біраз уақыттан кейін Такахаси мен Макана ұйықтап қалады. Ал Хазуки жуынғалы жатыр. Бірақ Вельттің жуынатын бөлмеде екенін байқайды. Ол оған жұмысты аяқтаған соң телефон соғуын айтады. Бірақ ол одан қорқатынын сұрайды. Өйткені оның дене бітімі мінсіз, және оның күшімен оған тең келмейтінін айтады. Содан кейін ол оған төмен қарауды доғаруын өтініп, бассейнге қосылады. Ол неге онымен байланысқа шыққанын сұрайды, және ол жай ғана жүректің шақыруын орындағанын айтады. Бірақ қазір бәрі басқаша, өйткені олар дос болды. Ол оны керемет деп санайды, өйткені ол күн көріс үшін көп жұмыс істейді. Сонымен қатар ол бейне ойындарды жақсы ойнайды. Ол олармен ойнағанды ұнатама деп сұрайды, және ол олардың қасында болғанына қуанышты екенін айтады. Бірақ ол оның түсірген суреті туралы сұрайды, және ол ата-анасы туралы бірдеңе жасырып жүрме деп ойлайды. Содан кейін ол оған бәрін айтуды шешеді. Ал басқа естелікте біз Хизукидің өз бөлмесінде оянғанын көреміз. Ол қызметшілерінен күні туралы сұрайды. Олар бүгін оның туған күні екенін, және ол ата-анасымен бірге кететінін айтады. Бірақ біз оның отбасына өлім қаупі төнгенін білеміз. Олар бірге дүкен аралайды. Бірақ адамдардың олар туралы айтып, оларды сатқын деп атағанын естиді. Олар үйге келгенде, оның кенеттен есте сақтау қабілеті бұзылып, ата-анасын пышақтап өлтірген адам оларға шабуыл жасайды. Дәрігердің айтуынша, анасы оны ауруханаға жеткізе алған, сондықтан ол аман қалған, ал ата-анасы жоқ. Готтелиді жерлеу рәсімінде Корнелия доп туралы айтады. Оның Хазукиге кеткенін біледі, және оның өзін қорғауға тым жас екеніне сенеді. Сондықтан олар оған қарауды шешеді. Қазіргі уақытта Хизуки өзінің Акихабарада тұратынын айтады. Өйткені оның ата-анасы онда дворян ретінде өмір сүргісі келген. Бірақ ол өзіне қымбат адамдардың бәрінен айырылды. Енді ол ешқашан бақытты болмаймын деп ойлап, адамдардан аулақ болуға тырысады. Ол оған өз тарихымен бөліскені үшін алғыс айтады, және қандай жағдай болса да кешіруге уәде береді. Олар ваннаға түскеннен кейін Вел біреудің бар екенін байқап, өлтіруші пайда болады. Вел оның кім екенін сұрайды, және ол өзін бет әлпетсіз етіп көрсетеді. Ол мәміле жасауға келгенін түсіндіреді. Оның айтуынша, оның ұйымы Велді қауіп деп санайды. Өйткені ол Маркусты жеңе алды, және олар оның қаладан кетуін қалайды. Егер ол келсе, олар оған қазына ашуға уәде береді. Бірақ Вал бас тартады, және бетсіз адамға өз орнын білуін айтады. Келіссөздер сәтсіз аяқталды, және бетсіз Акихабараның жақын арада өзгеретінін және жоғалып кететінін айтады. Осы уақытта біз Гелдің тамыры қалай пайда болғанын көреміз, және ол өзінің күзетшілеріне кетуді бұйырады. Ол оған не қажет екенін сұрайды. Бірақ ол кенеттен тәжге келдім деп басын кесіп тастайды. Барлығы жаңалықтарды көріп, Мектің жарылыстан қаза тапқанын біледі. Репортер Корнияны Гал өлтіргенін, және барлығы сиқырлы және электрлік қалалар арасындағы шиеленістің күшеуін күтетінін хабарлайды. Хазуки бұған сене алмай, Гал не болғанын сұрауға келеді. Гал тынышталу керек екенін айтады. Бірақ Хазуки оның әдеттегідей әрекет етпейтінін түсініп, оның кім екенін сұрайды. Академия студенттеріне жаттығу залына жиналуға бұйрық беріледі. Бірақ бір түрлі қыздың оларға шабуыл жасап жатқанын көреді. Денелерін басқару үшін заклинание қолдану. Ол барлығына қозғалмауды ескертеді, және егер олар қарсы тұруға тырысса, оларды өлтіретінін айтады. Біз Мектің Гательдің денесін басқаратынын түсінетін Азукаға қайта ораламыз. Ол өзінің міндеті барлық 3 регалияны жинау екенін айтады, және Корнелиямен күресу қиын болғанын айтады. Өйткені ол әрқашан өзінің күзетшілерімен бірге болған. Сондықтан ол Гательдің денесін ұрлауды ұйғарды. Өйткені ол оның жанында болған кезде қырағылығын жоғалтады. Мек Гательді кибернетикалық хирургия клиникасына апарғанын, онда ол өзінің құрылғысын оның денесіне орналастырғанын айтып, Готель болуы керек екенін айтты. Жарылыс кезінде қаза тапты. Ол Укиден миссиясын орындауға көмектесуін сұрайды. Бірақ ол бас тартады, және Мек оған академиядағы студенттерді көрсетеді. Егер Изуки келіспесе, оларды өлтіремін деп қорқытады. Мек оны академияның төбесінде ұстап, Сферой мен Мельдияның қазірдің өзінде бар екенін айтады. Ол Мельдияның бұл дүниеде қала алғанын, өйткені ол өз жанын Изукиге ауыстырғанын түсіндіреді. Мек бұл туралы білгенін айтады. Өйткені ол 10 жыл бұрын Изукиге шабуыл жасағанда, Мельдия оның денесін иемденіп алған. Мек ата-анасы қайтыс болғаннан кейін, Мельдия енді оның денесін басқара алмайтынын түсіндіреді. Мек Хазукидің мана деңгейінің төмендігі оның бүкіл маназының Мельдияны бақылауға алуымен байланысты екенін айтады. Мек сфераның оны тығыздау функциясын қосады, және ол Хазукиге шабуыл жасағаннан кейін оның оң көзін ауыстыру операциясын жасағанын біледі. Бірақ Мек Хазукидің көзінің протез емес екенін біледі. Өйткені анасы дәрігерден оның оң көзін шарға ауыстыруын өтінген. Біз Вельтулға қайта ораламыз. Өйткені ол Альбертке сиқырды бұзу үшін
студенттердің басындағы шамдарды өшіруді бұйырады. Ал Хаши шамдарды сөндіреді. Ал олар студенттерді босатады. Қыз оларды тоқтатуға тырысады. Бірақ машина оған шабуыл жасайды және оны оңай жеңеді. Сондықтан ақ Хаша Хазукидің төбесінде екенін және Вильтол оны құтқару үшін кетіп бара жатқанын айтады. Біз оның қарсылық көрсетіп жатқанын көріп отырмыз. Ал Мег оған қымбат адамдардың бәрін өлтірген ол екенін айтады. Вильтол келеді. Ал Мег оның жоспарын бұзып жатқанын айтады. Бірақ ол жеңе алмайтынын және кенеттен жоғалып кететінін айтады. Ол Изукиді шақырады. Бірақ жарық сәулесі аспанды тесіп өтеді. Және Мелодия оның денесін иемденіп алғанын түсінеді. Грем Акихабара тұрғындарының бір-бірімен дауласып жатқанын бақылайды. Ал Кнохара ол бәрін құтқарама деп сұрайды. Бірақ олар бүкіл қаланы қамтитын Медеяның түсін көреді. Ол Медеядан оның мақтанышы жоқ па деп сұрағанда, біз Вильтолға қайта ораламыз. Өйткені ол Хазукидің денесін ұрлап кеткен. Ол ренжіп, өз орнын білуі керек екенін айтып, оны құлатады. Бірақ ол 3 миллион жазылушының арқасында регенерациясының жақсарғанын айтып, тез есін жейді. Ол оған тағы да шабуыл жасайды, және ол өзін сиқырмен қорғауға тырысады. Бірақ Рок оның қолынан ұрып, оның қолын кесіп тастайды. Ол тез секіреді, бірақ қолының қалпына келмейтінін түсінеді. Өйткені оның қылышы өлместікті өшіре алады. Бірақ ол оның күшін бұрыннан түсінгенін айтады. Өйткені ол тағдырды басқара алады. Сондықтан сәттілік оның жағында. Ол оның Гремнің қартаюын тоқтату үшін өз күшін пайдаланғанын біледі. Бірақ кенеттен өзін кінәлі сезінеді. Өйткені ол оны бақытты еткісі келді, бірақ оның өмірін құртты. Хазуки қолын созып, Вильттен оған көмектесуін сұрайды және ол оған ұстап тұруды айтады. Бірақ әуен оның оған сәйкес келмейтінін айтады. Біз Махинаның сиқыр жасамақ болған жұмбақ қызбен төбелесіп жатқанын көреміз, бірақ қыз оны итеріп жібереді. Ол олардың бұрын кездеспегенін сұрайды. Бірақ қыз оны танымай, өзін Анжи деп таныстырады. Ол алға ұмтылады. Махина артқа секіріп, сиқыр жасайды. Бірақ Анженің өзін қанаттарымен қорғап тұрғанын түсінеді. Ол бірнеше снарядтарды атқылайды. Ал Махина олардан қашып құтыла алмайтынын түсінеді. Сондықтан тосқауыл жасайды. Бірақ Анжоны найзасымен кеудесіне қадайды. Ол жекпе-жек аяқталды деп ойлайды. Бірақ Махина кенеттен жарылып, Анженің басы жарылып кетеді. Бірақ ол орнынан тұрып, Махина өзінің өлмейтінін түсінеді. Біз Анженің жүзін көреміз. Ал Махина оның қараңғы құрдастарының ең кенжесі Мей екенін түсінеді. Махина оның жады өшірілді ме деп сұрайды. Бірақ кенеттен ол бақылауды жоғалтып, айналасындағылардың бәрін жұтып қойған қараңғы шар пайда болады. Ол Махинаға шабуыл жасауға дайындалып жатыр. Бірақ кенеттен Мег пайда болып, оны эвтанизациялап, Махинаға оның тұзаққа түскенін көргенде таң қалғанын айтты. Махина Мегтен оны қайтарып беруін сұрайды. Бірақ ол басшыларының мамыр айына қызығушылық танытып, оны прототип деп атайтынын және онымен бірге телепортаж жасайтынын айтады. Біз Вильтолға қайта ораламыз. Ол Мелдиямен соғысып жатыр. Өйткені ол оны сиқырмен таң қалдыра алмайды. Бірақ ол ақырында оның қабілетінің шынайы табиғатын түсінгенін айтады және ол тек оның физикалық шабуылдарына тосқауыл қоя алатынын айтады. Бірақ ол оның сиқырынан жалтаруы керек. Өйткені бұл оған зиян тигізуі мүмкін екенін біледі. Сондықтан ол оны жеңе аламын деп ойлайды. Бірақ ол оған мүмкіндігі жоқ екенін айтады. Ол одан мақсат туралы сұрайды және ол Гремнің сезімін білгісі келетінін мойындайды және оның өмірін адам төзгісіз еткені үшін кешірім сұрау керектігін айтады. Содан кейін Вильтул оған ғашық екенін түсінеді және Грем Хазукидің денесін ұрлағаны үшін оны жек көретінін айтады. Ол қобалжып, оған қарай жүгіреді. Бірақ ол қылышын сиқырлау үшін сиқыр жасайды. Оны жарыққа орап, Гремеді еске түсіретін позицияны ұстанады. Бірақ Медел оның сиқырының жұмыс істегенін түсініп, кетуге шешім қабылдағанда, ол кенеттен бақылауды жоғалтады. Өйткені ол Меделдің бәрін құртып жіберетінін біледі. Ол екінші пішінге ауысып, Вильтолға лақтырған жарық шарын ұшырады. Бірақ Грем оны Медея туралы сұрап құтқарады. Ал Вильтола оның махаббаты үшін есінен танып бара жатқанын айтады. Грем оны тоқтату керек деп ойлайды. Бірақ Вильтол Хазукиді құтқарғысы келетінін айтып, Гремнен көмек сұрайды. Бал оларға жарық сәулесін түсіреді. Ал Вильтол Греммен бірге күштерін босатып, алға ұмтылады. Грем Вильтолды қорғап, оған жақындауға мүмкіндік береді. Ол оған күшті энергия сәулесімен шабуыл жасайды. Бірақ Грем оны екіге бөліп, Вильтолды алға қарай лақтырып жібереді. Медел оған шабуыл жасауға дайындалып жатыр. Бірақ ол Гремді байқап қалады және бұл оның назарын аударады. Ал Вил оны пышақтап үлгереді. Ол есін жиып, оның қылышын көреді. Оның қазір жоғалып кететінін түсінеді. Өйткені ол жандарды кесіп тастай алады. Ол оған Гремге көбірек сену керек екенін айтады. Өйткені ол оны ешқашан жек көре алмайды. Өйткені ол батыр. Ол оның бақытсыз өмір сүрмегенін түсініп, жылай бастайды. Ал Вильтол оған ұйықтайтын уақыт келгенін айтып,
Грэмнің сезімін түсінуге көмектескені үшін алғыс айтады. Хазуки Вильтолдың оны құтқарғанын түсініп, жылай бастайды. Бірақ Такахаши оған қоңырау шалып, Хаз қаласында және Вильтол Хазукиге бәрін құтқару керек екенін айтады. Біз болған оқиғаға сиқырлы қала тұрғындарын кінәлап жатқан электрлі қала тұрғындарын көріп отырмыз. Бірақ кенеттен Вильтол Созуки пайда болады. Ол 3 регалияны да жинағанын және қазір ол қаланың ханшайымы екенін айтады. Бірақ бәрі оны күдікті деп санайды. Ол бәрін өзі ұйымдастырды және оны жаңа билеуші ретінде қабылдамайды деп ойлайды. Ол Кариу мен Гательді өлтірмек болған Мег өлтіргенін, бірақ Вильтол оның өмірін сақтап қалғанын және олар регалияны қайтара алғанын түсіндіреді. Адамдар оған сенбейді. Бірақ Мерил оны көзілдірігімен сканерлеп, оның шындықты айтып жатқанын түсініп, оның сөзін бөлмеуін сұрайды. Ол регалия бұдан былай қалада патша билігін жүргізбейтінін, оларда бұдан былай патша болмайтынын және қаланы қалалық кеңес басқаратынын айтады. Адамдар оларға сенуге болмайды деп ойлайды. Бірақ оған бәрібір және олар қалағанын істей алатынын айтады. Осыдан кейін Вильтол және оның достары қазынаны ашып, қараңғы перістің жазбаларын табады. Олар оны үйіне апарып, қараңғы құрдастарының қалған 2 мүшесінің әлі тірі екенін түсінеді. Хазуки Такахаши мектебіне ауысады. Ал Вильтол оған мектеп формасына сәйкес келетінін айтады. Олар оның ауысуын тойлауды шешеді. Ал ол оны реваншқа шақырады. Бірақ қайтадан ұтылады. Ол сұрайды, оның жаңа мектебі қалай және ол бәрі жақсы екенін және Акихабарада өнер көрсеткеннен кейін танымал болғанын айтады. Вильтол сонымен бірге оның арнасы осыған байланысты танымал бола бастағанын айтады. Бірақ бұған бәрі бірдей қуана бермейтінін айтады. Хизуки Медеяның оған алғыс айтқанын естіп, оны кешіргені үшін алғыс айтуына көмектесіп, оны ойынға қайта шақырады. Ол оны жанкүйерлері үшін трансляциялауды шешті, енді бәрі оны жын лорд ретінде таниды. Бірақ бейне осымен аяқталады. Лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз.